Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе, күлуші еді енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамсы артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке үкедесіп, шығып кетсе, қызын боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе, шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр, басы орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген не айтса соған нанады, ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім, ей, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен, ең тәуір халық біз екенбіз деп, әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ.